Құрметті клиенттер, біз бұл видео сабағымызда 1688 сайтын орыс және қазақ тіліне қалай аударуға болады, соны үйренеміз. Ол үшін бірінші телефондарыңызда Google переводчик бар болу керек, жүктеп алған болуларыңыз керек. Сосын Chrome, Play Market'тен осы программаны жазып алған болуларыңыз керек. Енді мысал ретінде 1688 сайтына кіреміз. Осы арадан өзіміз қалаған бір затты таңдайық. Мұндағы сілтеме көп қытайша әріптің үстін басып тұрамыз. Көшірмесі жасалады. WhatsApp'та и Telegram'да өзіміз қалаған бір адамға жібереміз. Сосын жіберген соң, мұндағы сілтеменің астыңғы жағындағы көк жазуды көрдіңіздер ғой. Осы көк жазу арқылы, осы көк жазуды көшірмесін жасаймыз. Жаңағы Chrome'ға келеміз. Chrome'ды ашамыз. Мұнда жаңа көшірмесін осы жерге қондырамыз. Осы жерге қойған соң, мінекей, мұнда сілтеменің нұсқасы көрсетілді. Осы жерді ашамыз. Бұл енді әртүрлі телефонда, әртүрлі жағдайда көрінеді. Менің телефондағы көрсеткіш бойынша мен сіздерге түсіндірем. Енді мына оң жақ бұрыштағы үш нүктені көрдіңіздер ғой. Осы үш нүктені басамыз. Мінекей. Міне жерде аудару деп тұр. Осыны басамыз. Мінекей, аяқ жағынан шығып тұр. Орыс тілі деп. Орыс тілін басамыз. Мінекей, орыс тіліне аударылды. Енді мұны қалай қазақ тіліне аудару керек? Міне аяқ жағындағы үш нүкте көрдіңіздер ғой, міне. Осы үш нүктені басамыз. Бас жағындағы қосымша тілдер дейді. Осыны басайық. Осы арадан қазақ тілін тауып аламыз. Қазақ тілі. Қазақ тілін таңдаймыз. Мінекей. Қазақ тіліне аударылды. Су тазартқышты жалға беру. Енді бұл 100% толық аудармауы мүмкін. Сонда да көптеген жерлерін көріп түсіне алатын деңгейге жетесіздер. Міне осылай. Осы видеоны қайталай көрсеңіздер, жақсы түсініп алатын боласыздар.